осылай алып кесеміз. Астын алып тастаймыз. Кесеміз. Плодоножкасы жағын алып тастаймыз. Жоғарғы жағын былай кесеміз. Сосын ортасын осылай ойып алып тастаймыз. Ішін бәрін ойып аламыз. Іштерін осылай арнайы ойып шығамыз пышақпен. Немесе арнайы пышақтар болады, осыларды оятын. Немесе сонымен де оюға болады. Алма оятын. Неке мынандай ойып аламыз. Шабатын қылып. Етімізді саламыз. Астын жағып. Sarmayı salamız. Еттен de ұсақтап тураймыз. Уақыттап турап алып, осындай табаға салып, сары майымызды салып, қуырамыз енді. 4-5 минутта мынандай суы бөлініп, қуырылып жатыр. Енді бетін жауып, өз соғында қуырып аламыз. Етіміз қуырылды, суамызды турап саламыз. Енді астын бастырып, жай отқа етіміз піскенше қоямыз. Бұқтырып аламыз. Мінекей, іштерін ойып алдық осылай. Мынау дәндерін осылай алдық бөлек. Ішінен шыққан жұмсақтары, соларды біздер бөлек алдық. Қазір оны турап етке қосамыз. Бәрін осылай. Жұмсақ тіндерді осылай бәрін турап аламыз. Міне етті сусыз, ешқандай су қоймай осылай көшет еттім. Енді айбамызды саламыз. Енді 7 минут пісіріп аламыз. Айбамызды мынандай кастрюльге саламыз. Орналастырамыз өстіп. Жарты стақан суымызды қойып, отқа қоямыз.
Қайнағаннан кейін мына қайнады, қазір жауып қайнап жатыр жез. Немесе 7 минутқа болады. Мінекей 7 минут болды. Арада астын сөндіреміз. Астын сөндіреміз енді. Тұзымызды себеміз. Қара бұрышымызды себеміз. Гранат дәндері, балғын күйінде қатырылған кинза менде және кептірілген базилик. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша саласыздар. Айбамызды түсіріп аламыз. Бөлек тарелкеге піскен күріш қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Камера жасап жатқан салманың иісін жеткізе алатын болса, керемет болар еді. Иісі өте керемет болып шығып жатыр. Кейін салып болдық. Енді қайтадан кастрөлімізге саламыз. Кастрөліміздің түбінде мынандай суы бар, жаңа құйған. Енді айбамызды қайтадан кастрөлімізге саламыз. Астарын сөндіреміз. Енді тамағымызды салып аламын тарелкеме. Енді айбамызды түсіремін. Гранат дәндерін себеміз. Осылай гранат дәндерімен әсемдеп. Мінекей осылай әсемдейміз. Үстіне мынандай зеленмен қоюға болады. Мінекей асымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Мінекей бұлбырап тұрып піседі.